Кейінгі 2 жылда қауіпті өндірістік нысанда жұмыс істейтіндердің жарақаттану көрсеткіші 2 есеге көбейген. Бұған себеп ол нысандардағы авариялық құтқару жұмыстарымен арнайы маманданбаған ұйымдар айналыса бастады. Оқыс оқиғаны азайту үшін мәжілістің жалпы отырысында таныстырылған өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы заң жобасына депутаттар бірқатар өзгерістер ұсынды. Құжат өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы заңнама нормаларын жетілдіру, қауіпті нысандарда өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалауды күшейту, авариялық құтқару жұмыстарын жүргізу бойынша қызмет көрсететін ұйымдардың қызметін реттеуге бағытталған. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматуллиннің пікірінше, заң жобасы әлеуметтік нысандардағы бақылауды күшейтіп, өндірістегі қызметкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Енді біздің бастамамыз бойынша олардың жылжымалы қоймалары, араластыру және жеткізу зарядтау машиналары, жарылғыш заттарды дайындауға арналған мобильді және стационарлық қондырғылар қауіпті техникалық заттарға жатқызылды. Осылайша олардың қауіпсіз пайдалануын мемлекеттік қадағалау қалпына келтірілді.